Sizge qanday topshiriq berildi? 23-chi jabqa o, 20-chi betdagi jasur. Ideyasiga kerak. Төменде үлгені тапшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеді. Қайсы сөзге дәлелдедіңіз, барлығына дәлелдедіңіз, там біреулер оқиды. Қандай сұраққа жауап береді? Ол сіңесін жұрнағы түнгі етістікке айналды. Негізі ұсақта сөзі қандай сөз? Туынды сөз, е? Ал негізгі түбірі қайсы? Ұсақ. Ұсақ деген зор қандай сөз табына жатады сен? Сын есіге жатады. Ал оған не жалғанып тұр негізгі? Түбірге ұсаққа дегенде тап не жалғанып тұр? Жұрнағы жалғанып тұр. Сонда сөзіміз не айналып кетті? Туынды етістікке айналып кетті. Осылай оқу керек. Жақсы, оқуыңыз келесін. Оның түбірі өрнек сөзі сын есім. Оған тек жұрнағы жалғанып қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Балалар, енді бұл жерде өрнек деген сын есім бола ма? Кім айтады қаны? Қай сөз бағына жатады? Айта алыңызшы. Зат есім ғой. Қандай сұраққа жауап береді өрнек деген? Не деген? Демек негізгі түбір сөзіміз өрнек деген не деген сұраққа жауап берді? Демек ол зат есімнің сөз табына жатады. Жақсы. Демек өрнекке өрнек те жалғау жалғанып отырып, жұрнағы жалғанып арқылы сөзіміз неге айналып кетті? Туындыға. Жақсы, келесі. Келесі тағы. Келе оқи қой. Аға, сізді оқи қой. Орныңыздан тұрып оқи қой. Тұрмала сөзі қандай сөз? Туынды етістік. Айта ғой. Түбір сөзі қайсы? Негізгі түбір сөз қайсы? Тырма. Түбір сөзі тырма. Оған ла жұрнағы жалғаны неғылды? Туынды етістікке айналды. Енді тырма деген сөзіміз қай сөз табына жатады балалар? Етістік та балалар. Тырма деген. Бәріміз ойланайық қаны. Кім айтады қаны тырма деген? Айта алайықшы. Зат есім. Зат есім ғой, тырма деген не деген сұраққа жауап берді балалар? Жарайсың, өте тамаша, керемет. Демек, тырма сөзі сөз табымызда зат есім болады дағы. Ла жұрнағы жалғанғандықта, те жұрнағы жалғанғандықта ол туынды етістікке айналып отыр. Келесі ең соңғысын кім оқиды? Қаны? Кім оқиды тағы да? Қол көтереміз балалар. Бағыттан жас келдіңіздер ғой, тапсырмасын. Қане кім оқиды тағы да? Бақы бізде де. Сіз оқыдыңыз ғой, енді. Тағы басқа оқышы. Ал оқи қойыңыз. Ең соңғы сөз достас. Достас сөзіміз қандай сөз? Достас сөзіміз қандай сөз екен? Ол туынды етістік. Негізгі түбірі. Негізгі түбірі дос. Ол қай сөз табына жатады? Дос деген. Зат есім, дұрыс айтасың. Ал енді оған қандай жұрнақ жалғанды? Оған тас деген. Тас жұрнағы жалғаны неге айналып кетті? Туынды етістікке айналды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Тамаша. Мына бізде қазір үй тапсырмасını оқи отырып, сөз тапсырманы айттық. Әрі біздер туынды, негізгі туынды етістіктерді бір-бірінен ажыраттық балалар. Көрдіңіздер ме? Үйлерде біз жұмысымызды осындай нақты болып жазып беру керек. Өйткені ол жерде үлгісін көрсетіп болған. Ақта деген сөзге қарай отырып, біздерде қайсы сөз табына жатады, қайсы туындыға айналып кетіп, қандай жұрнақ жалғанады деп отырып біздер осыны анықтап беру керек. Жарайсыздар балалар, енді қателігімізді түзетіп, екінші қате жібермейік, е? Кім қате жіберген болса, қателеріңізді дұрыстап отырыңыздар. Ал енді балалар, мен сіздермен осы өткен тақырыбымызда біз қандай тақырып өттік? Негізгі және туынды етістік. Сол өткен тақырып бойынша мен сіздерді білімдеріңізді тексергім келіп отыр. Сұрақ арқылы. Сұраққа.
Сұрақ қояйын, етістік дегеніміз не? Кім айтатқан? Көке деп айтаршы. Етістік дегеніміз не балалар? Ал айтады. Biz қимылда білдіретін сөздер, сөз таптарын етістік дейміз. Оған не сұрақтары? Оған не тоқтап тұрыңыз, қазір мен тексеріп көрейін. Демек, етістік дегеніміз не? Заттың іс-әрекетінің қимылын білдіреді екен, не балалар? Етістік. Ал енді отыра қойыңыз. Сұрақтары қандай? Сұрақтары. Кім айтады сұрақтарын? Кім айтады етістіктің сұрақтары қандай? Айта алайықшы. Етістіктің сұрақтары қандай? Не кім балалар? Ал айта алайықшы. Етістік қимылына жауап береді. Мысалы, несіз отырды, тұрды. Сұрағы қандай екен? Толық жауап береміз. Сұрағы, етістіктің сұрағы. Айта алайықсыз. Не істеді, қайтты, не қылды. Жарайсың. Жаңа көргенде өзіміз бір тексеріп көрейік. Сұрағымыз дұрыс па екен. Демек, етістіктің сұрағы не істеді, не қылды, қайтты. Ал енді келесі балалар. Сұрағымыз негізгі етістік дегеніміз не? Ал айта алайықшы. Түбірден болған сөзді негізгі етістік. Жақсы, жарайсың. Ал енді көрейікші тексеріп. Демек, негізгі етістік дегеніміз, негізгі етістік түбір сөзден болған етістік айтады екен. Ал келесі сұрақ, жақсы отыра ғой. Туынды етістік дегеніміз не екен? Кім айтады? Сіз айта алыңызшы. Бір сөзге жұрна салғаны арқылы туынды етістік дейміз. Дұрыс айтты ма балалар? Тексеріп көрейік. Туынды етістік түбір сөзге жұрна салған арқылы жасалған сөздерді біз не дейді екенбіз? Туынды етістік дейді екен. Жарайсыңдар балалар. Ал мысалы келтіріп көрейікші ғана. Ойла, ақылдас, ақта, кел деген ол негізгі ме жоқ әлде? Туынды етістік бар. Негізгі. Жақсы отыра алыңыздар. Ал енді бала кішкене бір ойын ойнап жіберейік. Мына жерде көріп тұрсыздар. Негізгі етістіктер және туынды етістіктер. Бұл жерде сөздер мына жерде бар. Сөздердің қайсысына тиісті екенін шығарады. Жарай ма балалар? Қаны кім ойнауын бастайды? Мына жерде менде қиылған қағаздар бар. Осы қағаздарды ала отырып, қайсы сөзді алдым? Ол қайсысына жатады? Негізгі етістікке жата ма, жоқ әлде туынды етістікке жата ма? Қаны сіз келе қойыңыз, бастай қойыңыз. Қандай сөз алдыңыз? Күт. Апарып қоямыз, тез жылдамдатамыз. Ол негізгі етістік дейді. Дұрыс па балалар? Жақсы, отыра қойыңыз. Сіз келе қойыңыз. Жылдамдатамыз. Бір-екі бала келе беріңіздер, сіз келе беріңіздер. Мына жерде. Сіз келе қойыңыз. Сіз келіңіз, тағы шықпағанда. Сіз шығыңыз. Сіз шығыңыз. Мына артында сіз келе қойыңыз. Атарым көзін ашып жетпейді, сондықтан апарым енді қайсы сөздеріміз негізгі немесе туынды етістіктің қайсына жататын сөздерді сәйкестендіріп апарамыз. Келе ғой. Кім келеді? Шықпағандар оқушылар. Келеміз. Келе ғой, әсем. Әсемдерді? Келе ғой. Жылдамдатамыз, тағы да келе қойыңыз. Бар қағазға келе қойыңыздар. Жылдамдатамыз. Бәрі істейсің, сіз келе қойыңыз. Мына жерде кім келген жоқ. Мына бала қыз келіңіз, сіз келіңіз. Аттарыңызды. Мынау теріс қарап қалып жатыр, мен аттарыңызды не алайын? Амина, Аян ала қойыңыздар. Бір-біріңізді алып қағаздарында сөйтіп ақырып қойыңыздар. Жанына қойырып, жанына. Бір оқушының сіз келе қойыңыз.
көрейік. Негізгі етістіктерге қандай сөздер жатады екен? Күн, кел, оқы, ер, жаз. Бұлар қандай сөз табына жатады балалар? Етістіктер, негізгі етістіктер. Ал енді туынды етістіктерді дұрысты қойды ма көрейік? Ұсақтас, әңгімелес, ақылдас, тұздас, достас, шегеле, шындас, және өрнекке деген сөз. Дұрыс таптың ма балалар? Ал енді осы жердегі әңгімелес деген сөзді алып отырып, түбір сөзі табайықшы. Айта қойыңыз. Түбір сөзі әңгіме, ал жұрнақой. Жұрнақ. Жұрнақ. Жұрнақ қайсы екен? Лес. Лес. Дұрыс айтты ма балалар? Әңгімеле деген ол негізгі түбір. Оған лес жұрнағы жалғанып неге айналды? Туынды етістікке айналды. Жақсы жарайсыз, отырамыз. Балалар біледі, үй тапсырыстарды тексерді. Өткен тақырып бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді білдік. Енді бүгінгі ары қарай сабақты жалғастырайық. Бүгінгі осы өтіп жатқан негізгі және туынды етістіктерімізді қайталаймыз. Бүгін қорытындылаймыз. Сондықтан балалар барлықтарыңыз экранға қарап отырсаңыздар. Дәптерлеріңізді ашып, бүгін күнді жазып қояйық. Өйткені жаңа тақырыпты біздер ең бірінші күнді жазамыз. Бүгін күнді, ақпанның 27-сі сынып жұмысы және бүгінгі өтетін көркем әріп дыбысымыз Б дыбысы. Үлкен Б-міз қалай жазылады екен? Бақылауымыз қазір қолымызға қаламды ала отырып, жазу үлгісін бір көрсетіп еске алып түсіріп жіберейікші. Бәріміз қолда аламыз. Жоғарыдан бастап төменгі сызыққа әкелеміз. Содан сол жаққа қарай бұрып, жоғарғы сызыққа айналдырып әкеліп, төменгі сызыққа келеміз дағыны, кішкене айналдырып қоямыз. Жоғарғы сынан бастап, солда жақтан бастап, не аламыз? Айналдыра, түзу сызық қылып сызамыз. Кішкентай бұны жазамыз енді. Жоғарғы сызықтан бастайық, жоғарғы сызықтан төменгі сызыққа келіп, дөңгелетіп, жоғарғы сызыққа барып қосамыз, ұшын біріктіреміз. Одан ортасындағы домалақтың жанынан түзу сызықта келіп, жоғарғы көтеріп, о жаққа қарай бұрамыз. Бәріміз жасадық қой, дәптерлеріңізде осыларға жазасыздар. Б дыбысынан келетін сөздерде, мысалы, келтір десек, мақал мәтел айтсақ та болады, немесе сөйлем айтсақ та болады, олар? Қаны Б дыбысынан келетін қандай сөздер білеміз? Батыр, тағы? Қандай сөздер бар? Бақ, тағы? Балық, дұрыс? Не? Ерлік, жақсы. Жақсы енді мен сіздерге мына жерде бауыржан, ерлік жасады деген сөзді, сөйлемді алдым. Осы сөйлемде етістік қайсы бұлар? Кім табады қаны етістік? Бауыржан ерлік жасады дегенде. Ал айта қойыңызшы сіз? Жасады деген сөз етістік. Жасады деген етістік. Ол қандай етістік болып тұр? Негізгі етістік пе жоқ, әлде туынды етістік болып тұр ма? Туынды жасады деген сөз туынды етістік болып тұр. Неге дәлелдеңіз енді? Себебі түбірі жаса, жұрнағы не болды? Түбірі жаса, ол не болды? Жұрнақ жалғанды. Демек сөзіміз неге айналды? Туынды етістікке айналды. Жарайсыз отыра қойыңыз. Ал балалар осы көркем жазуды жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Жазып алдыңыздар ма? Жақсы жазып алған болсаңыздар. Кішкене қарай кеттік. Мына ребусты шешейік балалар. Ребуста қандай сөз шығады екен? Кім табады? Бала дегенде ең соңғы дыбысын, екі дыбысын алып тастаймыз. Саты деген сөзде ең алғашқы екі сөзін алып тастаймыз. Шар дегенде екі дыбысын алып тастаймыз. Сонда қандай сөз шығады? Қандай сөз шығады екен? Аны көрейік. Дұрыс таптыңыздар ма жоқ әлде? Дұрыс екен, батыр деген. Ал енді балалар, батыр деген сөз шыға отыр. Біз кімдерді айтамыз батыр деп? Кімдерді айтамыз? Абылай хан. Батыр деп айтамыз. Дұрыс айтамыз. Батыр деп айтамыз, батыр деп. Тәні кім айтады? Жылдан атамыз балалар. Кімдерді білеміз батырларды? Тобай ғана кім? Дұрыс айтасыз, өте тамаша. Ал балалар, бүгін біздің
дәреҗәсендә